Сәлем достар, қалайсыздар? Бүгінгі біздің тақырыбымыз quantifiers деп аталады, яғни заттың мөлшерін қаншалықты көп немесе қаншалықты аз екенін айту үшін қолданылатын ағылшын тіліндегі сөздермен танысатын боламыз. Так, бастайық. Сонымен олардың саны бізде бірнеше, олар too, very, very much, very many, enough деп аталады. Осылардың әрқайсысы қай жағдайда қалай қолданылатынына тоқталып өтейік. Қараңыздар, бірінші too мен very екінің мағынасы жалпы бірдей, екеуі де adjective, яғни сын есіммен бірге қолданылады. Бірақ екеуінің қолдануында мағына жағынан кішкене айырмашылық бар. Қараңыздар, too деп қолдансаңыз, екеуінде мағынасы көп, өте көп мөлшерде деген мағынаны білдіреді. Егер сіз too деп қолдансаңыз, ол деген сіздің бір нәрсенің тым мөлшерден асып кеткендігін көрсетеді, яғни сіздің оған жағымсыз қатынасыңызды көрсетеді, негативный отношение көрсетеді. Ал very ол жай ғана оның көп екенін көрсетеді, ол нейтральный отношение. Мысалға, this coffee is very hot, but I can't drink it. Мына кофе өте ыстық, бірақ мен оны іше аламын. Ал this coffee is too hot, I can't drink it. Мына кофе тым ыстық, мен оны іше алмаймын деп айтсақ, онда біз to деп қолданамыз, яғни very өте, to тым деп аударуға болады. Немесе екінші мысал, it's very noisy here, but the music is good. Бұл жерде өте шулы, бірақ музыка жақсы. Яғни нейтральный отношение көрсетіп тұр. It is too noisy here, let's go outside. Мына жерде тым шулы, сыртқа шығайық. Яғни to-ді біз тым деп аударамыз, very-ді өте деп аударамыз. Келесі enough. Enough деген жеткілікті деген сөз. Біз оны екі түрлі жағдайда қолданамыз. Бірінші зат есімнің алдында enough және noun. Екіншісі сын есімнен кейін. Қараңыздар. There are enough chairs. Мына жерде жеткілікті орындық бар. Немесе we have enough space. Бізде жеткілікті кеңістік бар. Enough яғни зат есімнің алдында қолданылып тұр. Ал сын есімнен кейін қолданатын мысалға he is old enough to go alone. Яғни ол alone, ол өзі баруға жеткілікті дәрежеде үлкен, есейген. Яғни жеткілікті дәрежеде ол есейген деп айтады. Немесе the coffee is hot enough to drink. Мына кофе ішуге жеткілікті мөлшерде ыстық. Яғни жеткілікті мөлшерде мынау жеткілікті. Түсінікті, Келесі too many, too much. Екеуінің қолдану айырмашылығына тоқталайық. Too many-ді біз countable noun, санауға келетін зат есімдермен қолданамыз. Too much-ді uncountable noun, санауға келмейтін зат есімдермен қолданамыз. Мысалға, too many people, too many cars, too many houses. Яғни өте көп адам, өте көп машиналар, өте көп үйлер. Бұның барлығы саналады, сондықтан біз оны too many қолданып тұрмыз, саналатын зат есімдермен бірге, яғни өте көп деп аударылады. Too much-та өте көп деп аударылады, бірақ біз оны санауға келмейтін зат есімдермен қолданамыз. Мысалға, too much noise, too much money, too much time. Too much noise өте қатты шулы, too much money өте көп ақша, өте көп уақыт, too much time. Яғни бұл үшеуі де санауға келмейтін зат есім, сондықтан оның алдына біз too much сөзін қолданамыз. Келесі, тағы да countable nouns, яғни санауға келетін зат есімдермен біз жаңа айттық too many-ді қолданамыз, заттың көп мөлшерде екенін айту үшін, және fewer, заттың азырақ екендігін айту үшін біз fewer-ді қолданамыз. Мысалға, there should be fewer cars. Мына жерде машиналар азырақ болу керек. People these days are buying fewer newspapers. Қазіргі кезде адамдар газетті азырақ сатып алып жатыр. Яғни азырақ деп айтқымыз келсе, мөлшерін біз саналатын зат есімдермен fewer-ні қолданамыз. Ал enough жеткілікті. Ол саналатын да саналмайтын зат есімдермен қолдана беріледі. Мысалға, there aren't enough buses. Мына жерде жеткілікті автобус жоқ. Олардың саны жеткіліксіз. The party was very boring. There weren't enough people. Вечеринка өте ішіп-сытырарлық болды, себебі мұнда көп адам болмады. Келесі енді uncountable, санауға келмейтін зат есімдерге көшейік. Санауға келмейтін зат есімдермен, яғни тым көп деп айту үшін too much-ті қолданамыз, түсіндірілік жаңа, яғни бір нәрсенің тым көп мөлшерде екендігін айту үшін. Ал егер азырақ екенін айтқымыз келсе, біз саналатын зат есімдермен fewer қолдансақ, саналмайтындармен less-ті қолданамыз. Мысалға, people want to spend less time in traffic jam. Адамдар пробкада азырақ уақыт өткізіп келеді. Яғни less time, уақыт санауға келмейді, сондықтан біз оның алдына less-ті қолданамыз, fewer емес. It's a better job, but they pay you less money. Мына жұмыс жақсырақ, бірақ ол саған азырақ ақша төлейді. Less money, яғни азырақ деп айту үшін less-ті қолданып тұрмыз. Enough-та бұл жерде саналатын, саналмайтын зат есімдермен қолданыла береді. Мысалға, this book is difficult to read, there isn't enough light.
немесе there isn't enough parking here. Мына кітап оқуға қиын, мына жерде кітапты оқу өте қиын болып тұр, себебі жеткілікті мөлшерде жарық жоқ. Жарық санауға келмейді, сондықтан біз оның алдына да enough қолдана беремізге болады. There isn't enough parking here. Мына жерде парковаться ететін орын жеткіліксіз.